Сәлем достар! Сәлем жастар! Назарларыңызда жастар бағдарламасы. Оның жүргізушілері Нұрсұлтан Және Дәлел біздің бағдарлама жаңашыл әрі жалынды. Білімді де, дарынды жастарға арналған. Бүгінгі бағдарламада нәзіктік пен сұлулығы үйлескен би патшалығы. Қолөнер бұнын жоймайтын кәсіп. Әлемді дүр сілкінткен қазақ боксы. Тәрбие тал бесіктен. Нұрсұлтан, менің саған ерекше сыйым бар. Саған ұнары сөзсіз. Өзім қатты қуанып тұрмын. Қойш, рас па? Қандай? Жоқ, айтпа. Өзім табам. Сен маған менің сүйікті әншімнің үнтаспасын сыйламақшысың. Әлде... Жоқ, Нұрсұлтан, бұл ерекше сыйлық. Жарайды, өзің айтшы. Ойыма түк келер емес. Мен балет жұлдыздарының концертіне 2 билет сатып алдым. Не? Балет? Мұның дұрыс. Бірақ менің баруым міндетті ме? Әрине, алдыңғы қатарда отырамыз. Тамаша емес пе? Менің сыйлығымның саған ұнарын білгем. Көп рахмет саған, Дәлел. Сенің арқаңда алғаш рет балет өнерін тамашалайтын боламын. Би ғасырлар тереңінен тамыр тартатын өнер. Мәдениеттің өркендеуімен бірге бидің де сан түрі қалыптасты. Соның бірі балет өнері. Сұлулық пен үйлесімділіктен бастау алатын балет биі шынайы берілген адамға ғана бағынады. Ол өзінің 3 ғасырлық тарихында сахна шеберлігі мен қимыл икемділігін бір арнаға тоғыстырып, би жанрының ең күрделі түрі болып қалыптасты. Мәскеу, Ленинград қаласынан келген би шеберлері елімізде кәсіби балет мектебінің негізін қалады. Кейінірек Алматыда жоғары дәрежедегі балет бишілерін даярлайтын хореографиялық училище ашылды. Қазақстандағы балет мектебі әлемдік деңгейде мойындалған, жоғары мәртебеге ие. Себебі біздің түлектеріміз көптеген халықаралық сайыстарда үнемі жүлделі орындарды еншілейді. Гүлвира Құрбанова Абай атындағы опера және балет театрының бишісі, шабыт фестивалінің лауреаты. Сеулде өткен халықаралық конкурстың дипломанты атанған Гүлвира үлкен сахнаға алғашқы қадамын 9 жасында жасаған. Өнерге деген сүйіспеншілік биші шығармашылығын биік белеске көтерді. Мен кардиобалеттің барлық сатыларынан өттім. Меніңше балеттің бұл түрін меңгеру барысында өзіңді топтан даралап көрсете білуің керек. Бұл сенің алдағы уақытта жеке орындаушылық қабілетіңді дамытады. Сахна шымылдығының ар жағындағы өмір көрермен үшін қашанда беймәлім. Өнер туындысын тамашалауға келген халық ол жайлы көп ойлана бермейді. Ал осы балет өнеріндегі мың бір алған нәзік қыздардың күш-жігері мен еңбекқорлығы таңдануға тұрарлық. Үздіксіз жаттығулар мен дене сымбаттылығын қалыптастыру жолындағы әрекеттер үлкен төзімділікті қажет етеді. Ең әуелі мен өзіме қазірден де жақсы билей алатынымды дәлелдегім келеді. Балет кез келгенге бағынатын өнер емес. Үздіксіз жаттығып, шынайы берілсең ғана кәсібиліктің биігіне көтерілесің. Дегенмен барлық салада кәсібиліктің іргетасын ұстаз қалайды. Оның біліктілігі өз ісінің шеберін қалыптастырады. Болашақта Гүлвира да шәкірт тәрбиелеп, балет өнерін жас ұрпаққа насихаттамақ. Олай болса, би өнерінің биігіне көтерілуде мақсат еткен жас өнерпазға тек сәттілік тілейміз. Дәлел, ұлттық бұйымдар сататын орталыққа барып қайтайықшы. Не үшін? Америкадан келген досым таяуда еліне қайтады. Соған естелікке ұлттық өнерімізді бейнелейтін бұйым сыйға тартқым келеді. Мұның дұрыс екен дегенмен менің бір ұсынысым бар. Қандай? Сол сыйды өзіміз жасасақ қайтеді. Егер қолымыздан келмей жатса, көмекке келетін жастар бар. Білмеймін, Дәлел. Сатып салғанымыз дұрыс шығар. Ендеше мына бір сюжетке назар аударшы, ойыңды өзгертетініне сенімдімін. Еңбек етсең емерсің. Маңғыстау облысындағы Құрық деп аталатын шағын кент тұрғындары жұмыссыздықты жеңудің жолын тапты. Жергілікті Ирсай компаниясының демеушілігімен ұйымдастырылған жоба ауылға серпіліс әкелмек. Жобаның мақсаты жергілікті тұрғындарды, ауыл жастарын қолөнер шеберлігіне баулу. Сол арқылы жеке кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік барын көрсету. Бұл тренингке осы қазақтың қолөнерін үйренейін деп және оны ары қарай дамытайын деп жасауға үйренуге келдім.
Табысты кәсіпкер болу үшін ниет, білім және табандылық қажет. Киізден жасалған бұйымдар сапалы болғандықтан қазір үлкен сұранысқа ие. Қолөнер шеберлігінің сырын ашқан тренинг жүргізушілері ауыл тұрғындарына табысты істің көзін көрсетпек. Вот мне кажется, Меніңше бұл жердегі адамдарда ниет те, ұмтылу да бар. Тек тәжірибе жағы бәсеңдеу. Сондықтан да біз оларға бағыт-бағдар сілтеп, қолөнер саласындағы білімді молайту мақсатында келдік. дать знания. Жүргізілген тренингке Айжан өз шәкірттерімен бірге әуелі қай өнім сұранысқа ие деген сауалды талқылайды. Сондай-ақ бұйымдарды безендіретін ою-өрнектердің әр аймаққа тән нақты белгілерін анықтайды. Ал олардың киіз бастыру ісін үйренуде негізгі қолданатыны сабын мен су. Бишілердің беліне тағатын шылдырлақтар істедім. Одан кейін екінші киізден жасаған қуыршақ істедім. Сувенирлер жасап шығарсам, осы жан-жақтағы компанияларға апарып тапсырып, пайда тапқым келеді. Тренинг қатысушылары Ирсай компаниясы ұйымдастырмақ жәрмеңкеге қатысып, жасаған бұйымдарын сатып көрмекші. Бәлкім Құрық кентінің тұрғындары үшін бұл жеке кәсіпкерліктің алғашқы қадамы болуы мүмкін. Олай болған күнде ұйымдастырушылар еңбегінің жемісті болғаны. Обычно мы бежим с работы на дачу, чтобы расслабиться и отдохнуть. Дәлел, бокс көре тұрайықшы. Қызық сатып отыр. Нұрсұлтан, айттым ғой саған бүгін соңғы сериясы деп. Бір апта күткенін білесің ғой. Дәлел, сол сериалның немен аяқтадың, өзім айтып беремін саған. Бокс көре тұрайықшы. Қызық сатып Жетер отыр. енді Нұрсұлтан. Бокс көруге құштар болсаң, теледидарға телміргенше балуан шолақ сарайына барып көрмейсің бе? Расында да, бұл ойыма келмепті. Бұл Алматы қаласында өткен ересектер арасындағы бокстан әлем чемпионатының ашылуы. Халықаралық бокс қауымдастығының ұйымдастыруымен Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өткен аламанға 114 елден 500-ден астам боксшы келді. Бұл тарихи жағдай. Елімізде бірінші рет әлем чемпионаты өтіп жатыр. Бұған ұлттық құрама жыл бойы жақсы дайындық үстінде болды. Ал енді біздің жігіттер осы жерде мынау Куба елінің боксшыларымен спарринг өткізді. Ол жерде де жігіттерімізді біраз тексеріп алдық. Қазіргі кезде жігіттеріміздің былай айтқанда деңгейі осы жарысқа жақсы дайындық үстінде. Иә, расында бұл еліміздің тарихында да, бокс әлемінің тарихында да есте қаларлық ерекше оқиға. Себебі бұл жаңа ережемен өткен бірінші әлем чемпионаты. Ал ереженің басты ерекшелігі боксшылардың бас киімсіз жұдырықтасуында болатын. 12 күнге созылған әлем біріншілігінде еліміздің намысын қорғаған боксшылардың арасында Біржан Жақыпов, Мерей Ақшалов, Берік Абдрахманов, Әділбек Ниязымбетов, Данияр Елеусінов және жас боксшы Жәнібек Әлімханұлы ерекше көзге түсті. Финалдық жекпе-жекке жеткен 49 келі салмақтағы Біржан Жақыпов алжирлік Мұхаммед Флиссиден айласын асырды. Екінші нөмірлі болып жұдырықтасуының тактикасы ойластырылған еді, әлде? Оны бапкермен бейне таспағаны көріп, жаңа қарсыласымыздың қалай тәсіл ойнау керек, қай тәсілде істеу керек екенін әбден дайындалып, соған шықтым. Жанкүйерлердің енді көмегі үлкен болды, бізге көп жақсы дух берді деп айтсам болады. Әр жекпе-жектегі ауыр соққысының арқасында қарсыластарын нокдаунға жыққан 75 келі салмақтағы жас талант Жәнібек Әлімханұлы тек төрешілерді ғана емес, бүкіл халықты жеңісіне сүйсіндірді. Сүйсінбегенде ше, әлемнің ең азулы боксшылары өнер көрсететін салмақта Жәнібек әлем чемпионы атанды. Ересектер арасындағы ең мықты жарысым, әлемдік деңгейдегі жарысымда осылай бірінші орын иелеп алғаннан кейін қуаныштымын. Өзімнің жеке бапкерімнің үмітін ақтап, Қазақстан елінің үмітін ақтап, өз елімізде, өз жерімізде осылай жеңіске жетіп отырғаныма өте қуаныштымын. Қазақстан құрамасына басты қарсылас болған әрине кубалық боксшылар. Себебі финалдық бәсекеде біздің 3 боксшымыз дәл осы елдің спортшыларымен кездесті. Айта кету керек, бас бапкердің оқу-жаттығу кезіндегі ұйымдастырған әдіс тәсілдері өз жемісін берді. Оны кубалықтың бірімен жұдырықтасқан Мерей Ақшаловтың жеңісі дәлелдеді. Осы қолдап келген қазақ халқына өзіміздің
елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахмет. Және де осы Қазақстан Республикасының бокс федерациясы президенті Тимур Ашқарұлы Күлебаевқа көп рахмет. Қазақстан құрамасының атынан финалға өткен 6 боксшының еңбегін бағалап, ақтық жекпе-жекті тамашалауға елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев келді. Бұл әрине жанкүйерлерге де, қазақ спортшыларына да үлкен жігер қосты. Сонымен 500-ден астам боксшының арасынан суырылып шыққан біздің жігіттеріміз 4 алтын, 2 күміс және 2 қола иеленіп, командалық есепте Қазақстан құрамасын бірінші орынға шығарды. Бұл әрине 80 жыл толып отырған қазақ боксына жасалған қымбат сыйлық. Ал құрама капитаны Данияр Елеусінов болса, әлем алдында еліміздің мәртебесін асқақтатып, халықаралық әуесқой бокс қауымдастығының үздік боксшы атағын алды. Алға Қазақстан! Алаңсыз балалық шағым-ай, өткен күндерге қайта оралсам ғой шіркін. Иә, менің де бала болғым келеді. Балабақшаға баратын сәбилерге қызығам. Күні бойы асырса ойнайды, қаласа ұйықтайды, ал кешке ата-аналар келіп алып кетеді. Жоқ, Нұрсұлтан, қазір бәрі мүлде бөлек. Бүгінгі балабақшаларда арнайы бағдарламалар бойынша білім береді. Оларды үздіксіз жаңартып отырады. Рас па? Оны меңгеру бүлдіршіндерге қиынға түспей ме? Бұл сұрағыңның жауабын келесі бейне сюжет берсін. Кәсібилікті үнемі шыңдап, кез келген өзгеріске бейім болу заман талабы. Қазіргі таңда жан-жақты жетілген білімді азамат дайындау қоғам алдындағы міндет. Осы орайда Маңғыстау облысындағы Құрық кентіндегі мектепке дейінгі білім беру қызметіндегі мамандар біліктілікті арттыру жобасына қатысты. Осы 2013 жылдан бастап Ирсай компаниясының қаржылық қолдауымен Евразия қоры біздің балабақша осы Құрық елді мекенінде мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің білімін көтеру жобасын бастады. Осы жобаның аясында біздің мектепке дейінгі балабақшаның тәрбиешілері, мұғалімдері біліктілік курстарынан өтті. Осы біліктілік курстарынан өткен кезде Тәй-Тәй қорының координаторлары келіп бізге Тәй-Тәй бағдарламасы жайлы теориялық, практикалық жүзінде көрсетіп айтқаннан кейін біздің балабақшаның тәрбиешілері, педагогтары өздері ой бөлісе келе осы бағдарламаны енгізейік деген ой тастап, осы жаңа оқу жылынан бастап осы бағдарламаны енгізіп жатырмыз. Балабақша қызметкерлері өзара талқылап, бүлдіршіндерге білім беру барысында үздік деп табылған бірнеше бағдарлама ішінен степ-бай-степ, яғни Тәй-Тәй бағдарламасын таңдады. Бұл бағдарлама сыныпта іс-әрекет еркіндігін таңдау мүмкіндігін беріп қана қоймай, баланың тұлғалық қасиеттерін дамытуды көздейді. Әлемде Тәй-Тәй бағдарламасы бойынша 28 ел жұмыс істеуде. Бағдарлама баланың қоғаммен өзара байланысын түсінуге мүмкіндік береді. Тәй-Тәй қорының координаторларынан басқа бізге Абай атындағы, Алматы қаласында Абай атындағы университеттің педагогика ғылымдарының кандидаттары келіп, 21 ғасыр педагог атты, және де осы балабақша қатысты менеджменттерді, осы қазіргі заман талабына сай жаңадан келіп атқан курстарды өткізіп, біздің осы мектепке дейінгі тәрбиешілердің жан-жақты дамуына атсалысып, өте жақсы көлемдегі, кең көлемдегі курстар өткізіп, бүгінгі таңда балабақшада жұмыс істеу үшін тәрбиешілердің жақсы жағдай жасады. Жас тәрбиеші Әлия Үтенова Тәй-Тәй бағдарламасы бойынша сабақ беру барысында оның көптеген артықшылықтарына көз жеткізді. Әрі оның алғашқы нәтижелерін де байқады. Бір ерекшелігі бұл жерде Тәй-Тәй бағдарламасы 5 орталыққа бөлінеді. Орталықтар көркем әдебиет орталығы, математика орталығы, ойын орталығы, өнер орталығы және ғылым орталығы болып 5 орталыққа бөлінеді. Егер бала сабақ үстінде алған білімін өз тәжірибесімен байланыстырмаса, салыстырмаса, оның тез арада ұмыт болып қалары сөзсіз. Сондықтан жаңадан берілген ақпараттың барлығы баланың өмір тәжірибесіне негізделу керек. Әрбір бүлдіршінің ой арманы мен пікіріне мән беріп көңіл бөлу арқылы баланың тұлға ретінде қалыптасуына негіз қалаймыз. Міне, біз әдеттегідей жалынды жастарымыздың тағы бір легімен таныс болдық. Дегенмен қызықты деректің бәрі алда. Ал телекөрермендер, әркез бізбен бірге болыңыздар. Сіздер жастар бағдарламасын көрдіңіздер. Кездескенше достар.